Сәлем достар, бүгін мен үйде шиеден компот жаптым. Соны сіздермен бөліскім келіп отыр. Балалар теріп келген екен, сол шие қалып кетпесін деп, жақсылап шиені жуып алып, буға банкамды қойып алып, дайын болған соң мінеки шиемді осылай салып алдым, екіге бөліп. Егерде шиелеріңіз көп болатын болса, банканың жартысына дейін де салуға болады. Себебі түсі өте қызыл, әдемі болып шығады. Енді мінеки мөлшеріне қарай қантты салатын боламыз. Мінеки осынша қант салдым, мен бокалмен жетеді деп ойлаймын. Оған дейін газға су қойып қойғам. Шайнекпен қайнап тұрған суымды мінеки алып келіп, банкамызға құятын боламыз. Бірден қызармайды, сәл тұрғаннан соң қызаратын болады. Қайнаған суға 2-3 минутқа мінеки крышкамды қойып алдым. Енді аузын жақсылап бекітетін боламын. Менде осындай жапқыш өзі тоқтайды жауып біткеннен соң. Өте оңай әдіс, жасап көрсеңіздер болады. Лимон, мята қоссаңыздар да дәмі өте ерекше дәмді болады. Келесі жолы мен лимон, мята қосып жасайтын боламын. Оны да сіздермен бөлісемін. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.